Түрлі әлем одан әрмен қазақтың әнін басқа мемлекеттерге таныстырғым келеді. Қазақ деген осындай тамаша, елімізде осындай әндер айтылады деген кішігірім арманымды орындау үшін келдім. 通过一个电视台的朋友，因为他看过我们节目，所以呢，他就把迪玛希这个歌手呢就推荐到我们节目组，然后他们就借一个机会就来到中国，专门到录音棚听了他的试唱。当听了以后，我们就有一种惊为天人的一种感觉。唱得太好，人类肉嗓可以发出的最精美的、最震撼人听觉的声音，跨性别、跨语言、跨国界。 Ал енді Димашты импортталып келген бауырымыз деп айтап тұрғаны шындығында да енді ол көңілге өте жағымды естіледі. Өйткені осындағы әріптестері Димашты өздерінің бауырына тартып, кәдімгідей бірге туған інілеріндей, бауырларындай қастарына алып, жақсы жылы шырай танытып жатыр. Сондықтан біз оған ризамыз. 独联体国家的年轻人关注程度非常高。“一带一路”强调民心相通概念，迪玛希参加这个节目，拉近了两个国家的文化。 екі елдің ынтымағын әрине нығая түскенін, жоғары деңгейде болғанын шын жүрегіммен қалаймын. Және де әнші себінде соған мәдениет жағын алатын болсақ, тырмысып барын салғым келеді.